Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, ерекше түрімен жасалынатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқаны жарып аламын. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Үстіне разрыхительді салдым, сұйық май құйдым және макты салдым. Грамм мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып қоямын. Алдын ала електен өткізілген ұнды салып шығамын да толықтай біркелкі масса болғанша араластырамын. Екі жүз грамм жылы сүтті құямын да толықтай біркелкі масса болғанша араластырып шығамын. Осымен біздің құймағымыз дайын болып қалды. Енді пісіреміз. Қызып тұрған табада екі жағынан 2 минуттай қойып пісіріп аламын. Егер де сіздерге менің видео рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде комментарий жазып лайк басып қойыңыздар. Егер каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар. Жаңадан видео рецепт шыққан кезде сіздерге бірден хабарлама келетін болады. Осылайша әр құймақты пісіріп шығамыз. Құймақтарымыз дайын болды. Енді ішіне салатын салманы дайындаймыз. Ең алдымен ірімшіктің үстіне, яғни творогтың үстіне малинаны салдым. 1 қасық қаймақ салдым. Жақсылап араластырамыз. Салмасында сіздер малина емес, клубника, банан салсаңыздар да болады, ол өз фантазияларыңызға байланысты. Бірінші піскен бетіне салмадан 1 қасықтай салып шығамын. Рулет тәріздес етіп орап шығамын. Міне осылайша орап шығамын. Барлығын осылай жасап шығамын. Құймақтарымыз дайын болды. Ішін кесіп көрсетейін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ, келесі видеода кездескенше.